сәлем, менің тегін сабағыма келген оқырманым. Бүгін саған уәде тегін сабақты беремін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзімді жоғалтып алғандаймын, ештеңеге зауқым жоқ деген. Неге ол жағдай менің өмірімде орын алды деп ойлайтын болсақ, мен оны үшке бір бөлер едім. Ол бақыттың жоқтығы бірінші, айналадағы шум және де телефоннан детокс, тренд қуу, жұрттардың не айтады деген сөзі. Бағыттың жоқтығы ол қазіргі кезде өте үлкен қасірет. Өйткені адам қайда бар жатқанын, қайдан келгенін білмейді. Содан кейін ол өзін жоғалтып алғандай сезім пайда болады, ештеңеге қызықпайды, барлығы бір жалған сияқты сезімдермен өмір сүреді. Осы бағыттың жоқтығын алатын болсақ, ең біріншіден адам өз-өзіне сұрақ қоя білу керек. Мен не істеп жүрмін, немен айналысқым келеді деп өзіне сұрақ қою арқылы ішіндегі жауабын дәптерге шығарып, сол жерден көреді жауабын. Екінші біздегі айтатынымыз ол айналадағы шум, оның ішіне біздің араласатын ортамыз, қоғам барлығы әсер етеді. Мысалға, бұландай орта болады, барлығын кредитке алсаң да, сен өзіңнің қандай дәрежеде екеніңді көрсету керексің, өзіңнің күшті екеніңді көрсет. Кредитке алсаң да сен бренд киім кию керексің, бренд киім кимесең сен бай емессің деген айналада өте көп біздің шумдар бар. Сол шумдар бізге кері әсерін тигізбей қоймайды. Тіпті айфонның жаңа версиясын алуың сенің міндетің сияқты болып қалыптасып кеткен. Өйткені кішкентай баланың өзі де қазіргі кезде айфон ұстағысы келеді. Ол бірақ оған керек па, қажет емес па, оған ешкімнің бас қатырып отырғысы жоқ. Бұл айналадағы шум біздің өзіміздің басқалармен салыстыруға, энергиямыздың түсуіне, ары қарай өзіміздің бағдарымыздың жоғалып келуіне көптеген кері әсерін тигізеді. Айтатын болсақ, бұл дегеніміз сенің энергияң жоқтығы емес, сен еріншектігіңнен емес, сен тек қана осы айналадағы шумнан, ортаның әсерінен өзіңнің не қалайтыныңды, қай бағытта жүру керек екендігіңді, өз-өзіңді естуіңді тастап қойдың, адастың. Келесі бағыты ол бізде телефон, цифрлық детокс, тренд, жұрттардың не ойлайтын сөздері. Телефон бізге керек емес деп айта алмаймын, өйткені ол біздің өміріміздің бөлшегіне айналып кетті. Онсыз біз қазір ештеңе де істей алмаймыз, оның барлығы сол телефонға байланысты. Бірақ телефонға тәуелділік деген өте қазір көп қаптап кетті. Оның дәзі кішкентай балдардың өзі де телефонда өте көп уақытын өткізеді. Ол дегенім телефонды мүлде қолданба деген сөз емес. Тек тәуелділікті бізге азайту керек. Кемінде күнделікті көретін уақыттан жарты сағатқа, бір сағатқа азайтып отырсақ, біз өз дегенімізге, жақсы мәресімізге жетеміз. Сіз бен бізге керегі ең алғашқы қадамды жасау. Ол үшін өзімізге үңілейік, дұрыс таңдау жасайық, телефонымызды азайтып, айналадағы шумнан бас тартайық. Сол кезде біз өзімізге, өзіміздің дамуымызға, өсуімізге бір қадам болса да жақындаймыз. Себебі бүгінгі біз бен кешегі біздің айырмашылығы міндетті түрде болу керек. Сол кезде әр адамда өсу, өну, даму болады. Сіздерге көп-көп рахмет тыңдағандарыңызға, сәттілік пен береке тілеймін. Алдағы уақытта менде жабық бизнес авторлық болады. Менің инстаграмыма тіркеліп қойыңыздар, Зайретке жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздерді күтемін.